Аяз атаның шапанының өзі қазіргі қазақ шекпенінен айырмасы жоқ. Қай европалық дәл осындай үлгіде киім тіккізіп киген еді. Сол Аяз ата мен Санта-Клаустың бөрігіне көз жүгіртіңізші. Тағы да түркілердің келбеті көз алдыңызға келеді. Ал түрлі аң келбетіне еніп, ертегі кейіпкеріне айналу дәстүрі де даланың жан-жануардың күйін жақсы білетін көшпенділерге тән екені айтпаса да түсінікті. Шырша безендірудің өзі ақтық байлаудан туғаны анық. Кейбір деректер Аяз атаның түркілік аңыздағы Қызыр ата екенін айтады. Бұл пікірді негізсіз емес болса керек. Себебі түркі елдерінің ішіндегі башқұрт, татар, шубаш сынды халықтар әлі күнге 25 желтоқсанда Нартуған мерекесін тойлайды. Көшермен әрі атты бабамыз тәңірлік таным жүйесіне сәйкес төрт дүлей, су, от, топырақ пен ауаның тылсымдарына мойын сұнып, өз қарекеттерін жасағаны былай тұрсын, өздерінше тыңғылықты қағидасы болған. Айталық жылдың 4 мезгілі әлгі 4 дүлейге бағындырылған. Көктем суға, жаз отқа, күз топыраққа, ал қыс ауаға. Міне осыдан барып қыстың басқа айы желтоқсан аталады. Жел ауаның көшкіні. Өйткені 90 күн қысты ауа дүлей жел болып та, қар болып та билейді. 90-ның қақ ортасында өмір қаңтарылады. Не өлім, не өмір жоқ дегендей тұжырым. Бірақ біз бұл айда жаңа жылды тойлап есіреміз бүгінде. Соңғы айда ұлы даланы ақ боран басады. Бұл да ауаның қысқы сипаты. Содан барып, ол ай ақпан аталған. Бұнымен қоймайды. Алаш деген арғы бабамыз желтоқсан айын соғымнан бастайды. Бірақ бұл бүгінде құлқынның қамын айналып, қысқа ет қамдау науқанына айналып кеткен. Ал ежелгі нұсқасы ұлы өмірдің көзі болып табылатын жарықтың қайнары, күннің құрметіне құрбандық шалу еді. Бұл күнге бас ию не оны құдай тұту емес, ғарыш сандарына амалсыз бағыну болатын. Күнге ғана емес, жалпы ұлы жарыққа жол ашу болатын. Береген қолым алаған принципі пенделік өмірден тыс ғаламға дәтен. Ал оның астарында ұлы жаратушы нұрсәуле тұратын. Оны сол кезде тәңір дегенбіз. Тіпті кедей-кепшікке дейін бірігіп, бірі ірі малды сойып, оны 12 жілікке бөлетінде жеребемен таңдап алатын. Бұл да тәңірлік жоралғы еді. 12 жілігіміз аспандағы 12 шоқ жұлдызынан тұратын, күн жүйесіне тікелей ықпалы бар ғаламдық кеңістіктің амандығын ойлау болар. Бұл қайдан шықты? Астрономия ғылымы жоққа шығара алмайтын күн мен түннің теке-тіресі болар. Ол жылдың 4 мезгіліне сай 2 рет теңеседі, 2 рет не күн, не түн тоқырайды. Күн мен түн тайталасады. Бұл жағдай жай ғана механикалық нәрсе емес, жердегі тіршілікке тікелей био-тео қуатымен әсер ететін құбылыс еді. Міне осының шешімін алаш балашы ғана емес, адамзат әлгіндей тапса керек. Өйткені күннің қысқы тоқырауы сәйкес келетін 22 желтоқсаннан басталатын бір апта көптеген халықтарда тойланады, атап өтіледі. Ал қазақ мұны соғым аталатын құрбандықпен атап кетті. Бертін келе антитәңірлік идеология оны бірте-бірте тықсырды. Өмірді бүкіл субстанцияның бір-бірімен қарым-қатынасының нәтижесі ретінде
қарастыратын ежелгі тәңірлік рухани танымдық жүйеде ол толыққанды рухани астрономиялық космологиялық жүйе болатын. Барлық жақсылық пен жамандық нысандарының өзара қатысынан екенін жақсы аңғарып, соны реттейтін бүгінгідей бұзылғыш заңдар емес, қатынас ережелерін сіңірген екен. Тәңір таң аттырушы, жарық беруші, жақсылық пен жамандықты, жарық пен түнекті теңгеруші құдірет. Бұл Алла тағаланың бір сипаты. Сол таным бойынша күн жылына бір рет өліп тіріледі. Бұл да жарық пен түнекті теңгеруден шығатын заңдылық қана емес, жарықтың мәңгілік сипаты. Өліп тірілмей мәңгіліктің жоқтығын ескерген қағида еді. Ол өлім жыл сайын 21-22 желтоқсанда болады да 3 тәулік бойы нұр сәуле қайта туады. Бұл күн қазіргі күнтізбеде 25 желтоқсанға келеді. Бұны түркітектілер Нартуған, Нартукан атайды. Шубаш, татар, башқұрттарда сақталған. Алайда татарлар Наурыз бен Нартуғанды шатастыратыны және бар. Бұл күн айтулы мереке ретінде талай жұртта сақталып, әртүрлі пішін мен сипатта аталып өтіледі. Қоңғарда венгер, карачун, каратун, полякта қызыл жұмыртқа күні, шубашта Нартукан, тағы да сондай. Ал қазақ бұны айтулы мереке ретінде емес, соның жұрнағы болған құрбандықты соғым басы ретінде ертерек атай бастайды. Қазақта бүгінде ерекше жарықты нұр дейді. Бірақ бұл ежелгі күн ұғымы болатында оны нар атаған. Моңғол жұрты әлі солай атайды. Ал айды сар атаған. Бұл атаулар тәңірлік танымның жұрнағы бола тұра, тамырын сонау Бабыл заманынан бұрынғы дәуірлерге апарады. Бабылда талай жұрт бас қосқан дәуірде еврейлер сар ай ұғымын қадір тұтып, сіңіріп алғандықтан оларда Сара есімі сақталған. Бұл есімді қазақ та жатырқамайды. Әйгілі жырау ақын бүгінгі Айгүл есімінің ежелгі нұсқасы. Бірді айтып, бірге кету емес, мәселені тақырыппен көмкеру деп ұғыныңыз. Айтып айтпай не керек? 22-25 желтоқсан Нартуған күні. Бұны батыс елдері Рождество дейді. Рождество дейді де оны Иса пайғамбар дүниеге келген күнімен шендестіреді. Алайда бұл жерде саясат араласқан идеология бар. Европаны жайлап кеткен қалың түркілер осыдан 2000 жыл бұрын Рим империясына қатер төндіре бергендіктен оларды идеологиялық ауыздықпен басқару ойластырылып, ақыры тәңірлік танымнан христиан діні қалыптастырылады. Міне сол кезде көк пен жердің арасын жалғаған мифтік көк шырша, Иол, жол деген мағынасы болатын Рождествоның басты атрибутына, ал Нартуған пайғамбар күніне айналып шыға келді. Бірақ ол кезде жалпы Рождество аталғандықтан түркілер бұны жатырқаған жоқ. Оның үстіне Исаның пайғамбарлығы ешкімге де күмәнсіз. Тіпті оны нардан туған Нартуған атаған болуы да мүмкін. Бұл есім бүгінде қазақта Нұртуған болып кетті. Тарихқа барлау қызық болғанмен абырой бере беретін іс емес. Осы жерден әңгімені тамамдап, тарихи шынайы бір жайтпен бітірейік. Ол ескіше 13 желтоқсан. Бүгінгі күнтізбемен осыдан 102 жыл бұрын 25 желтоқсанда құрылған Алашорда үкіметіне қатысты жайт. Бұл күн шын мәнінде қазақ мемлекеттігінің 20 ғасырдағы қайта қалпына келген сәті еді. Бүгінгі Қазақстан осы Алашорда жасаған алғышартпен орныққан мемлекет еді. Алаш күні аталуға лайық күн.